Жазып та көрдім мен өлең, жазып та көрдім қара сөз, ертеме кешпе мен өлем, өлмейтін тек дана сөз деп жазған қазақ балалар әдебиетінің классиктерінің бірі Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл. Қазақ әдебиетіне өзіндік өрнегімен келген қаламгер. Шындықты қарапайым әңгімелеу арқылы мөлдіретіп, көз алдыңа жайып салатын, кейіпкерлерді даралау мен психологиялық бейнелеудің де өзгеше бір жолын тапқан талантты жазушы. Бердібек Соқпақбаев нәзік психолог, бала жанын терең зерттеген қаламгер. Сондықтан да оның шығармалары қазақ әдебиетінің алтын қазынасына қосылған құнды дүниелер қатарында. Саусақпен санарлық балалар жыршының бас жағында есімі еске оралған Бердібек Соқпақбаевтың әдеби мұрасы қай ғасырда да ескірмейді, қайта ерекшелігін таныта береді. Құрметті оқырман, бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында Бердібек Соқпақбаев атамыздың шығармаларын жарыса оқиық.